Selam dostlar, бұл менде екінші часть. Шашқа тұтыр. Достар, сіздерге мен шашым қалың сияқты көрініп тұр, бірақ менің шашым жұқа. Ал если достар сіздердің шаштарыңыз жұқа болса, екіге бөлген кезде шаштарыңыздың екеуде де екі жағы да жұқа болу керек. Ал если қалың болса шаштарыңыз, кәдімгі бүйтіп екеуін қосып, сол кезде екеуі тоже бірдей қап-қалың болу керек. Ал кетіп тұтырды бастайын, бірақ мен уже бастап кеткем. Бірінші достар, мына алдыңыздағы короче шашымыздың бір бөлігін аламыз, осындай жұқа, сосын артқа жібереміз. Тоже мынаны шашымыздың бір бөлігін аламыз да, потом екеуі бірдей болу керек. Екеуі жұқа болу керек. Мына кішкене қалың болып тұр. Болды. Bir жерге бөліп алдық, міне. Енді бұны бір жерге бүйтіп қадау керек. Кішкене достар, мынау қалыңдығы болайықшы. Болды. Енді кеттік. Bir резинкамызды аламыз да, бір жаққа бүйтіп байлап қоямыз. Мен 10 жаққа байладым. Міне осылай шығу керек. Енді дәл осындай қылып, мына сол жағымызға істейміз. Міне осылай. Достар, мынау өстіп қалып қоймайды. Қазір бұны бүйтіп алдыға істеп аламыз, потом бүйтіп аламыз да бүйтіп артқа жібереміз. Тада бір рет айтып жіберейін. Міне шашымыздың бір бөлігін аламыз, жұқа қылып. Енді достар, мынау тұрғы мынау, соған бүйтіп екеуін қосамыз, міне бірінші өстіп қосамыз, мына екеуін. Потом мынаны аламыз да, мынаған тоже бүйтіп қосамыз. Сосын байлаймыз. Міне достар, осылай шығу керек. Сол жақты да дәл осылай қылып істейміз. Міне достар, осылай шығу керек. Ортасы X болу керек. Енді тағы осы екі жақты дәл осылай қылып істейміз. Переход. Міне достар, осылай екі жақта 3 резинка, тоже мына жерде 3 резинка.